Қайырлы күн, ассалаумағалейкум, қалайық. Құрметті қалайық. Небір затқа мұқият қараңыздаршы. Мұқият қараңыздар. Қаншама күрделі ішінде заттар, яғни транзисторлар, схемалар, бір-біріне байланысқан элементтер. Енді бұны не екенін көрдіңіздер? Бұл зымыран, шағын ғана зымыран. Бұл Америка құрама штаттарының 1956 жылы сапқа қойған АМ Sparrow 7 деген зымыраны, яғни ұшақтың келесі бір ұшақты атып түсіру үшін арналған зымыраны. Бұл әлі күнге дейін қолданыста, жетілдіріп бүгінгі күні дейін әлі қолданыста, яғни әбден жетілдіріп алған. Ал біздің Қазақстан болса, осы 1956 жылғы зымыранды шығара алмаймыз. Қандай технология бізде жоқ, қандай шығарады. Оны шығару үшін қандай технология керек? Міне біреуді қараңыздаршы, міне. Көрдіңіздер ме? Бұл станок секундынан пәленбай диодтарды, конденсаторларды, микросхемаларды неменеге тоқып жатыр, платаға. Көрдіңіздер ме? Міне осындай станок көмегімен жасалынады. Ал бұндай станоктарды жасайтын технология тек қана екі елде бар. Біреуі Голландияда, екіншісі Америка құрама штаттарында. Анау микропроцессор, яғни микрочиптарды шығаратын станоктар туралы айтып отырмын. Олардың құны $250 миллион тұрады бір станоктың. Осыны станокты, яғни осы станоктың жобасына осыдан 3-4 жыл бұрын кімдер? Қытайлар қол жеткізбек болды, Голландиядан алып кетпек болды. Бірақ Америка құрама штаттары Голландияға да қорқытып, Қытайға санкция салып, бергізбей қойды. Себебі бұл технология Қытайдың қолына түссе, Қытай мүлдем ешкім ұстатпай озып кетеді екен. Қытайдың бар болған қорғап отырғаны осындай чип шығаратын станок жоқ болғандықтан екен. Көрдіңіздер ме? Сіздер енді мына бір видео қараңыздар, микросхема, микропроцессор не екенін түсінесіздер. Мынау микроплата, соның ішіндегі процессор. Процессорның үстіне шашты қойған, адамның шашы. Ал ол шаштың жуандығы 0,106 мм. Енді мұқият қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Қазір мынау ұлғая береді, кішірейе береді, кешесіздер, ұлғая береді. И сіздер транзистордың сымдарының жуандығын көресіздер. Транзистордың жуандықтары бүгінгі күні шаштан 100 мың есе, 150 мың есе кішкентай жаңағы сымдар. Көріп отырғандарыңыз, көрдіңіздер ме? Бұл сондай сұмдық технология. Ал осындай технологиясы жоқ Қазақстан басқа елдермен қалай шайқаспақ, қалай күреспек. Көрдіңіздер ме? Бізге қаншама байтын кезде талпыныс жасау керек, қаншама еңбек жасау керек. Жалпы бұл технологияларға да қол жеткізуге болады. Кейбір жылдар